Sar jeylevim menin, jan jeylevim menin, en jeylevim menin, bev bev sararxav. Аққуан сап қонған ақ маңдай гүлдер, салсамалы саумалдай болған мақпалыдай бередер. Балғындағы есілі баққан сарарқа, арғымағы көсіліп шапқан аңызы далай, абызы дала, қобыз дала, сарарқай. Кездесу, жүздесу бұл өте пайдалы нәрсе. Егер біз бір-бірімізбен бір теңге алмассақ, одан ешкім ұтылмайды. Әркім өзімен өзі қалады. Ал егер біз бір-бір ой алмассақ, онда екі жақ екі еселен байып шығады деген осындай бір тәмсіл бар. Мен біздің кәсіби мынау Арал, мынау Балқаш деп елестеймін. Осының шығысы Қытайдағы Хинган тауы. Мұның батысы Карпат тауы. Тарихшылар жиі айтатын Евразияның ұлы даласы деген дала осы. Соның ішінде қазақ дейтін халық осы даланың ең енді түсін мекені. Қазақ деп қояды. Қайран ақаң, Сарыарқаның саңлағы Алаштың ақселеуінің даусын естімегелі міне бір жыл болып қапты. Дәл осы сен қоңыр күздің басында ақаң Евразия университетіне түскен бірінші курстың бүкіл балаларына лекция оқып өтті. Міне содан бері бір жыл ақаңсыз өтті. Бірақ ақаң біздің санамыздан, біздің жүрегімізден, біздің ойымыздан бір сәт шыққан жоқ. Әрқашан бізге бірге болды. Халқа ақселеуін ұмытқан жоқ. Қаймана қазақтың барын байытып, жоғын түгендеп жүрген этнограф жазушы Ақселеу Сейдімбектің туған үйіне қала әкімі Иманғали Тасмағамбеттің ұсынысымен, мәслихаттың шешімімен ескерткіш тақта орнатылды. Ашылу салтанатына белгілі қоғам қайраткерлері, ақын жазушылар, ғалымдар мен студенттер қатысты. Ақаңның еңбектері жайлы, өмірі туралы естеліктер айтылды. Евразия ұлттық университетінде Ақселеу ағамыздың туған күніне орай еске алу кеші ұйымдастырылды. Кешке қатысқан мәжіліс депутаттары Алдан Смайыл, Бекболат Тілеухан, жазушылар Төлен Әбдік, Қойшығара Салғара, Сауытбек Әбдірахманов, университет ректоры Бақытжан Әбдірайымовтар сөз сөйледі. Сәуір айының басында Қазақстан Республикасы ұлттық мұрағатының залында марқұм Ақселеу Сейдімбектің құжаттық жеке қорының салтанатты ашылу рәсімі өтіп, көрме ұйымдастырылды. Жазушы ғалым мұрағатқа 3000-нан артық құжатты аманаттапты. Жиналған жұрт соның 250-ін көзбен көріп, оқып таныс алды. Осында баспасөз беттерінде жарық көрген мақалалардан бастап, халыққа белгілі кітаптары, ғылыми еңбектері, тіпті 700-ден артық қоғам қайраткерлері мен қарапайым еңбек адамдары мен алмасқан хаттары қойылған.
Отырар кітапханасы ғылыми орталығында өткен халықаралық конференция аясында Ақселеу Сейдімбек атындағы ғылым залы ашылды. Оқу орнының ректоры Бақытжан Әбдірайымның ұсынысымен ашылған залға ғылымның жеке кітапханасынан алынған 1000-нан астам кітаптар мен мұрағаттық заттар, фотосуреттер қойылды. Ақселеу секілді үлкен ғұлама азаматымызға қай жерден, қай орталықтан аудитория, қай орталықтан мұражай ашса да көп емес деп ойлаймын. Біздің бүгінгі ұрпақтарымыз сол Ақселеу секілді, Ырымғали секілді, Серік Әбдірайымов секілді біздің бауырларымыздың әр қайсысына бір түйір болса да бір солардың жақсылығын бойларына сіңірсе, қазақ деген халық жер бетінен өшпейді ау деп ойлаймын өзім. Ақселеуге тартқан, Ақселеудің ойы менен пікірінен үлгі алған жастар біздің Евразия университетінен шығып, көптеп шығып жатса, мына тәуелсіз Қазақстанымыздың үлкен азаматтары қатарына қосылады ғой деп ойлаймын. Ақселеу туралы айтар көп қой енді. Ақселеу ол сонау алаш азаматтарының соңы ғой, солардың жалғасы ғой. Ақаңдардың солардың жалғасы ғой. Ақселеудің өлімі мен үшін бір жұмбақ. Бізді өнер, әдебиет табыстырды. Осы Ақселеуді жек көретін адамдарды мен естімедім. Деген өзінің бойы да, ойы да бәрі сай келген, кейде бір сондай бір өте сирек кездесетін азаматтар болады. Ең кездердей болып, осы жерде кіріп келгенде осы жерге. Әдейі тұрмай отырам ғой. Келдіңдер ма? Не шаруаларың бар? Әр жақтан шығып есікті қағып бірсеңдерсіңдер. Екеуін қаттыған, мен қалжыңымды екеуі де көтереді. Аха деп Серік, аса деп. Ақселеу енді бұл сөйтеді, осындай алады деп. Хулиган ғой бұл деп маған сөйтеді. Ақселеудің енді еткен еңбегі, халыққа жазғандары әлі алда, анау қол жазбалар әлі шығады деп ойлаймын. Архиві көп. Соның бәрін орын-орнына тапсырып кеткенін айтсайшы. Бәрін. Маған да бір үйіне барса, мынадай коробкаға жазылып қойып, Асанәліге Ақселеуден деп. Прямо таза, құпты жазылған. Соны қыздары берді маған. Қашып барасам, ішінде күміс шақша. Соны беріп кетіпті. Енді аз айт, көп айт, Ақселеу жоқ. Ол бізге сабақ. Әр уақытта бір қиналып қалған жағдайда Ақселеу есіме түседі. Менің есіме бір түсіп тұрған нәрсе, құлаға. Иә. Осы аллеяда сая жол дейді ғой. Иә. Ақселеу екеуміз 1962 жылы оқуға түскеннен кейін бір-біріміз осында жүріп келе жатып құттықтап ек. Оған дейін ол бәле жаңағы бойы сұрайып алып, 3-5 алып 15 балменен түсіп, мен болсам 13 балменен не түсем, не түспеймін деп үрей билеп жүрген кісі. Жаңа Талман Амандосов дейтін деканымыз бар. Сен де студент болдың деген кезде барып, Ақаңмен табысып. Ақаңменен, Ақселеуменен менің достығым ол енді барлығынан ертерек басталды, сол студент кезінен бастап. Өмірінің соңғы сәтіне дейін Алматыдан шығарып сап тұрып, жаңағы Ақынға қалжыңдаймын ғой. Ел айырылған деген күйді жиі тартушы едің,
берекет басыңа келді ақыр деп. Сол Астанаға көшкенде ғой. Жылаудың аз ағалында тұрып айырылыстық қой. Иә. Жаңағы айтқан әңгімелерің бәрі рас. Және сенің еңбегің бізді сен досқа байыттың сөйтіп. Сондықтан саған біз дән ризамыз. Ақселеу сияқты азамат адамды, жақсы жігітті, бүкіл қазақтың жақсы азаматын бізге үйірімізге қосқаның үшін. Ақселеудің мен бір ерекше бір атап айтқым келетін мінезі өте бір бауырмал. Қайда барса да енді талай бірге жүрдік қой. Ақселеуді енді бізді біреу танып, біреу танымай жатса, Ақселеуді бәрі таниды. Сосын енді мына көркем шығармада да болсын, ғылымда болсын, қай салада болсын, адамды алға жетелейтін, алға апаратын бәсекелестік қой. Иә. Бір қызығы, Ақселеу мына көркем шығарма жазғанда да ешқайсымыздан кем емес, озық болмаса мықты шығармалар берді. Бірақ Ақантай жол ортаға келгенде жаңа көркем шығармаға опасыздық жасады деп айтатын. Иә. Ол ғылымға қарай бет бұрып кетті. Сондықтан да Ақанның жаңағы елге сіңірген еңбегі ерекше екендігін жұрттың бәрі мойындады. Өйткен себебі ол тірі кезінде де жақсы мойындалған азамат. Өйткен себебі ол жаңағы профессор да болды, ғылым докторы да болды, Қазақстанға еңбек сіңірген қайраткер атағын да алды, мемлекеттік сыйлық та алды өзінің еңбектері үшін. Ал оның жырлағаны, мұңдағаны қазақтың елдің мұңы, елдің жыры еді. Сондықтан елге ерекше еңбек сіңірген азамат ретінде ол елдің есінде мәңгі қалатын азамат екендігінде ешқандай күмән жоқ. Ақселеу Сейдімбек Сланұлы туралы айтқанда, мен алдымен айтар едім, осы құлдық сананы бойына дарытпай кеткен адамдар аз ғана болса, соның нақ біреуі осы кісі. Бұл кісі сол кездің өзінде мына құлдық психологияны бойына сіңірмеді. Ол үшін үлкен рухы биік болу керек. Керемет халқын жерін сүйген адам ғана сол күресіп өтеді. Ал енді ел тәуелсіздік алғаннан кейін бұл кісі бұрынғысынан да жайнап сала берді. Яғни бұрын негізгі насихат, советтік идеологияның насихатын бойына сіңірмей жүрсе, кейін ел тәуелсіздік алғаннан кейін сол өмір бақи күресінің нәтижесінде көп тәжірибесі бар Ақан керемет ашылды. Нағыз Алаштың азаматы болды. Осының арқасында ол жаңағы ұлтын сүюдің айттым, керемет үлгісін көрсетті. Қалай көрсетті? Бұны да жалпы сөз емес, нақты әңгімеге тіреп айтатын болсақ, ана күңбір күмбездерді оқыңыз. Күйдің құдіреті арқылы ұлттың құдіретін, қазақтың құдіретін көрсетіп отыр. Ол кісі тек қана күйді айтып қояйын деп отырған жоқ. Ал болмаса, кейінгі мынау 60 баспа табақ соңғы кітабы қазақтың ауызша тарихы. Кім осыған дейін осы ауызша тарих туралы ғылыми концепция айтып еді? Ауызша тарихты оқып шықсаңыз, шежірелер жайлы, шежіренің тарихтың негізін қалайтындығын жасаған ғылыми концепциясы тіпті дайындығы бар адамдардың өзіне ауыр тиеді екен. Өйткені жан дүниесіменен бұл осы халықтың дәстүрін, салтын, әдет ғұрпын, жанын түсінетін адамдар ғана осылай жазылады. Міне мен Ақанды құлдық сананы бойына дарытпаған адам, сол қоғамда өмір сүре тұрып күресіп жүрген. Екіншіден, соның арқасында ұлтын сүюдің хрестоматийный үлгісін жасап кеткен тұлға деп есептеймін. Ақанның осылай арамыздан осыншама ерте кетеді деп кім білген? Мінекей Сарыарқаның кең даласы Ақселеуінен айырылып, киелі Жаңарқа жері жусаны тамырынан қиылып жабырқап тұрғандай. Жалған өмір қай өлім болмасын, бұл қайғы қасірет. Ал Ақанның дүниеден озуы бұл бүкіл руханиятты өзімен арқалап
өтнеге аттанғандай болып сезіліп тұр. Өйткені Ақселеу ағамыз Алаштың көшін бастаған Ахаң мен Жаһаңдардың аманатында еді. Осы Ахаңның кіндігінің қан тамған топыраққа, туған еліне көңіл айтудан басқа еш шара жоқ. Өкінішке орай Ақселеу ағамыз қайталанбас. Қазақтың ойы мен парасаты, ұлттың намысы мен абыройына, символына айналған Ахаң ортамыздан кетті. Ахаңның рухани ағасы Ахмет Байтұрсынұлы айтып еді, елге, ұлтқа қызмет жасау ол адамның біліміне байланысты емес, бұл адамның мінезі. Осы сөзді Ахаң өмірлік принципке айландырып, өзінің жасаған еңбегін, халыққа жасаған құрметі осыған дәлел. Ал Евразия ұлттық университетіне, соның өркендеуіне Ахаңның қосқан үлесі өлшеусіз. Ахаңның ұстаздық қасиеті, жастарға сүйіспеншілігі бір аңыз болып қалды. Қазақта сал қандай болады, Ақселеудей болады. Сері қандай болады, Ақселеудей болады. Би қандай болады, Ақселеудей болады. Бақыр қандай болады, Ақселеудей болады. Пір қандай болады, Ақселеудей болады. Қазақтың жақсы мен жайсаңының бәрі қандай болады, Ақселеудей болады. Қазақтың кәтепті қызыл нары қандай болады, Ақселеудей болады. Бәрінің орнына бір ғана Ақселеу жүр алады. Ал Ақселеудің орнына кім жүр алады? Ешкім демес, тек Ақселеудің өзі жүр алады. Жастықта не көрсең жарқын екен. Атпасында алтын екен, алтын екен. Сабадан асырмас сайран өмір-ай, арыны басылмас беуші қайран өмір. Өмір көркі тозбас, одан ешкім озбас. Ескен жерде көшкін сендей, аққан сендей.